осы әр сабақта өзіміз сабақтың алдында 45 минутқа жағдаятқа сәйкес сенімді мақсат қойып едік алдымызға. 45 минутта біз осы жағдаятқа сәйкес тілдік құралдарды қолдана отырып мақсат айтайықшы қане. Кім айтады? Бала еркін сөйлей береміз. Бақылған деген жетіп бармыз. Бүгінгі сабақта біз өзіміздің алау мақсатымызды дұрыс қолдана білуіміз керек. Яғни бүгінгі оқу мақсатын дұрыс пайдалана отырып, жақсы баға алуға тырысайық. Жақсы. Соған жетіңіздер. Тағы да кім не айтады? Әдемі тілдік құралдар қосып, тілдік құралдарға не жетеді? Қалдар. Қазақ тіліне байланысты жүреміз, ол бізде қазақ тілі де. Осы бүгінгі керемет көктемнің күнінде өзіміздің сабағымызды жақсы өтіп, тапсырмаларды орындап, сабағымызды өте жақсы қолдайтын болады. Жақсы. Байдулла Диас. Бүгінгі сабағымызда жақсы апайдың берген тапсырмаларын жақсы орындап Жалындап тұр, оттай болайық деп теңеу қолданып жатсың, сен біліп тұрсың, жарайды бала. Міне осылай осы оттай от болып ұстаздарыңа өздеріңнің дарын екендіктерін дәлелдейді. Енді ол үшін алдыңғы тапсырмалармен жұмыс жасап алайық. Алдында бізге тапсырмасына не бердік? Біреуін айтайық, біреуін ал. Сізге кез келген оқу мақсатымен ескерткіш мәтінінде жұмыс жасадық. Керемет. Себебі бізде жылдың соңы аяқталды. Біз оқу мақсаттарының бәрімен жұмыс жасадық. Қайсысы ескерткіш видео, ескерткіш өлеңін қайсысына ыңғайланып тапсырманы орындай алдым, сол деп бойынша жұмыс жасап көрейік. Қане, тағы да жырасы астана. Мен тапсырмасына өзімнің оқу мақсатында авторлық оқымасы оқуды талдап, оның портретін ашу деп алынды. Сөйтіп, мен автордың гуманистік тұрғыда талдап кетсем, автор біз бұл жерде автордың ерекше қасиеттері бар аламыз. Автор халқының күресшісі, патриоттық сезімі, болашақ ұрпақты ойлап тәрбие бергісі келетін азамат екенін көреміз. Оған мен осы ескерткіш өлеңінде айтқан, осы ескерткіш өлеңінде осы халқым үшін, елім үшін осы өлеңді мұра қылып қалдырдым деп айтып кетті. Және де автордың ерекше қасиеті даналығын біле аламыз. Оған дәлел бар болса жалғыздықтың айнасында деп айтып жатыр. Бұрынғы авторларымыз барлығы, бұрынғы ақындарымыз барлығы басқа үлкен даналардан көріп қалуға үлгі етіп жасаған ғой. Ал Пушкин болса өзі жалғыз осы ресейдің ең алғашқы ақыны болып жасады. Және де автор Гуманистік тұрғыдан. Автордың бұл жерде өзінің даналығы және де өзінің білімі өте жақсы екенін біле аламыз. Және автор ешкімнен қорықпа, жәбір көрме деп осы өлеңде айтып жатыр. Осы қорытындыға келе мен автордың бойынан көптеген ерекше қасиеттерді көре алдым. Автор өзінің ұрпағын уайымдап, өзі бүкіл ұрпаққа өзінің керемет өлеңдерін қалдырып, өзінің ерекше қасиетті және дана адамды көрсетті. Мен сәл кішкене қысқартып сөйлейді. Сонда гуманистік тұрғыдан талдағанда сен нені ескердің? Гуманистік тұрғыдан деген қалай түсінесің? Гуманистік тұрғыда талдағанда адамның ерекше адамгершілік қасиеті. Керемет. Адамгершілік қасиеті, автордың адамгершілік қасиеті қандай екендігі? Ол елін ойлаған патриот. Жарайды. Бүгінгі оқу мақсатымызға өте дөп кетіп тұр. Қазір кішкене жауаптар. Қандай мақсат келді? Ал Батылхан. Және де мен осы біз өткен осы көргендеу құралдардың қолданысына талдау жасадым. Ол да жұмыстар бізге. Ескерткіш өлеңіндегі. Мен осы өлеңді оқығанда мынау сөз маған дүп келді. Жыр етіп тарзама еркіндікті деген. Мен осы тарзаман деген сөзді эпитет ретінде алдым. Себебі сол кезде тарзаман деп сол кездегі қиын заманды білдіріп тұр ғой. Сол қиын заманда мен еркіндікті жыр еттім деп дөп айтып тұр сөзін. Осы арқылы мен эпитет деп алдым. Және де міне славян елдерінің пәк ұрпағы деген сөздерде пәк ұрпақ бұл да эпитет болып тұр. Себебі осы өзінің андай кіршіксіз таза ұрпағын пәк ұрпақ деп жеткізіп отыр да. Сипаттауы, анықтауы керемет ескерткіш. Сондықтан да және де тағы өлеңнің басын оқыған кезде ел ізі оған салған суы білмес дейді. Ел ізі деп осы ескерткіш орнатумен қолдан келмес, ел ізі оған салған суы білмес деп тұр. Ел ізі деп эпитет деп алдым. Себебі
ол өзінің ертегіште өлеңін айтып тұр ғой. Ал ол өлеңге елдің өзі салған деп тұр да ол жол ескерткішті өлеңнің жолы. Өйткені халық оқып оны тыңдаған сайын. Және де негізі деген ойланып отырмын, балалар күнге барып жүрміз. бар болса жалғыз ақын аясында. Қандай ақын? Жалғыз ақын. Ол да эпитет болып тұрған сияқты. Болды. Эпитеттен басқа көркемдік школаларды байқамадың ба? Байқамадым. Мұнараның биіктігінде ескерткіштер жерлерін оқыш. Асықтап Александр Мұранасынан. Александр Мұранасы деген ол деген өте биік. Иә. Ал оның ескерткіші де өлең ескерткіші қандай болады дейді? Одан да биік. Одан биік болады дейді. Енді? соған өзім өлең дедім. Биік мұнараға. Биік мұнара екеуін. Тарап тұр, балап тұр деген сияқты метафораға бала керек ғой. Оқшылтай бите әйте жоқ. Жақсы. Батылғанның таңдаған оқу мақсатымен жұмыс жасап деген бала бар ма? Көркемдік школаларын таңдау үшін. Сіз өзіңіздің пікіріңізді айттыңыз да талдауға. Енді мысалы Батылхан жақсы таңдады деп айта аламын. Бірақ та мынау жаңағы белізі оған салған суы білмес деген жерін менің ойымша метафора секілді. Енді өзі деген енді ауыспалы мағынада қолдану метафора емес. Әйтеуір неге жатпайды, эпитетке жатпайды. Оны сезіп тұрсың, эпитетке жатпайды. Және де өзі деген сөз ғой. қосып кететін болсам, жаным жасар өлеңімде, және де мынау шірмей жасаңғырар денем мүлде деген жерлердің, яғни үзінділерін біз метафора деп ала аламыз. Себебі бұл жерде тура мағына беріп тұрған жоқ, біріншіден, және де яғни ауыспалы мағына беріп тұр, және мынау осы метафора келіп тұратын сияқты. Тағы не қосасың қазір? Тағы да? Және мынау Пәбірпақ, бірақ Пәбірпақты айтып кетті, тар заманда айтып кетті. Жалғыз ақын аясында эпитет. Жақсы. Батылға не қосам дейсің? Және жаңа айтты ғой, шіреме жасаңғырар денем мүлде деп. Мен оны метафора деп алды, бұған келіспейін секілдім, себебі ол ауыспалы мағынада беріп тұрған секілді бұл сөз. Шірімей, денем шірімейді. Шірмейді, жасаңғырады. Өлең айтқан сайын мен өзім еркін сезінемін, көңілді боламын деген сияқты айтып осындай сөздерді ерекше аудармадағы ерекше сөздерді түсіне білген кісілердің әрине ерекшеліктеріңіз ол сіздерге алты сайфа болады, өлеңді тереңнен зерттеп көрсіңдер. Қандай оқу мақсатымен жұмыс жасалды? Дәл осы мақсатымен ба? Ауыспалы Басқа тағы сөйлесең, Азамат? Қандай мақсат? Бұл жерде мен автордың не айтқысы келген мақсат не екенін Идеясы. Жоқ, оқу мақсат, тағы қандай оқу мақсатымен жұмыс жасалды? Елдана не істедің? Мағыл капиталдадым. Бүгінгі тақырыбымыз ол негізі біздің бүгінгі өтетін оқу мақсат етіп айта бер. Автордың арманы өзін басқа елдерге көрсету болды. Славян елдеріне, яғни нақты тіл біткен жүрегімен артындатып славян елдерін танытпаға деген. Сонда автордың бейнесі қандай болып тұр көз алдыңда сенің? Қандай адам сияқты? Өзінің атын қалдырудың бір жолы керемет, бұл ескерткіштің өзі солай ғой, мәңгілік неде істеп оламын деген деп аттың қалуы ол сенің жаңағы жаза білу ол мәңгілік адамның хат өлмейді ғой, адам өледі, жарайды отыра ол қалғандарымыз жұмыс істемедік па? Оны істедік. Жарайды балалар, осымен жалпы біз алдыңғы сабақты біз пысықтап біттік. Енді ары қарай жаңа сабағымызға өтейік. Жаңа сабағымыз осы дәл осы Пушкиннің тағы да ескерткіш өлеңін ары қарай жаңа оқу мақсатымен сіздерге жалпы қайталау берілген болатын, себебі біздің тжбымыз жақындап қалды, иә балалар, иә? Осы өтілген мақсаттар бойынша біз тжб жұмысын жазамыз келесі күні. Пушкиннің ескерткіш өлеңіндегі автор бейнесін тану және екінші мақсатымыз өлең идеясын өз көзқарасымен дамыта жазу. Ол мақсаттармен біз бұрын басқа шығармалармен жұмыс жасағанбыз, иә балалар, иә?
еді ол үшін бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма әрине автор бейнесін ашу, сіздерге қазір мен өзіме ашу. Оқу мақсаты поэзиялық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Дескриптор беріледі балалар. Дескриптор бойынша қалай берілді, солай жұмыс жасаса, қазір жаңа сәл көмескілер болып қалды ғой, енді ол ашылу керек. Екінші шығарма идеясын өзінің көзқарас тұрғысынан дамытып жазу. Әрине бірінші оқу мақсатымен жұмыс жасау үшін бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма алдарында тұр, дұрыс көріп тұр ма? Бұны жүппен жұмыс жасаймыз. Дескриптор мені қараңдар, өлеңді бірінші әрине шолып шықпай сен оны тағы да шолып шығамыз. Қараңдар, жүп тастамыз, дескриптор қарап жұмыс жасаймыз. Уақыт 8 минутта. Бастаңдар. Сонымен автор бейнесін алып қалдыңыздар ғой, мен мына жақтағы қыздардан сұраймын енді. Көрінесіз? Басқаларды тыңдап, бір-біріңізді толықтыратын болып, бір-біріңізге баға беретіндей отырыңыздар. Бүкіл әлемнің есіне қалып, өзінің атынан із қалдырып, кейін халық жағдайы. Халық жағдайы бізде мына жерден көре аламыз. Дабысы мол естілген жерде жұмбақ тілдікте жүру менің атымда славян елдерінің тәйгір тұрған кадрларының қосқындағы. Яғни бұл жерде өлеңдер бүкіл әлемге танылып, барлық адамдар оның есімін атап жүреді. Яғни ол өзінің бұл жұмбақтарда өзінің барлық әлемге танылып, барлық адамдар оның есімін біліп, атап жүретіндей жазып кеткен. Және автор бейнесі Осы тұжырымдағанда сіз қайтыңызшы, сонымен автордың бейнесін тұжырымдап айтып жібердіңдер, қорытындылағанда бәрін алып қойыңдар. Ері үшін талай еңбектерін, нағыз патриот екенін, және де өзінің ұрпақтарына жақсы адам екенін, және де жақсы жақтарын Ұрпақтарын жақсы көрсеткісі келетінін байқадыңдар. Соны тар заманның өзінде қолдап тұр. тағы өзінің елінің атағы шығып, барлық жерлерге танымал болу үшін барлық еңбектерімен бірге, өзі өлеңдерімен бірге атсалысып отырды. Яғни ол келешек ұрпаққа осы өлеңдері оларға сабақ болар дегендей мән қалдырып кетті. Тағы да жаңа Азамат, сен сөйлетпей қойдың ба? Екеуің біргесің ғой, Бізде ең алғашқы ақынның ойы мен идеясын айта кететін болсам, ақынның ойы. Бұл ақын осы жер айтқан ғой. Ескерткіш орнатты мен қолдан келмес, ер ізі оған салған суы білмес. Асқақтап Александр мұнарасынан жоғары оқшау шығып тұр ол дербес. Осы ақын осы жерде ескерткіш орнаттым де қолдан келмес. Бұл жерде шын кәдімгі ескерткіш орнатпағанда, сол анау одан кейінгі ұрпағына осы өлеңдері арқылы бір тәрбие бергісі келеді да. Сол тәрбие бергісі келеді. Сол ақын сол өзі өмір сүрген дәуірдегі халықтарға жәбірлеу, атақ құмарлық, мақтаныш, жала жабу секілді сондай бір жағымсыз қылықтардан бір аулақ қылғысы келеді, сақтандырғысы келеді. Және де тұжырымдағанда автордың бейнесін айтып кетші, қандай? Соны айта кететін осы халық жағдайымен де байланысты да ол. Мысалы, ана жерде халқыма қалауыздақ бала жерім, қалауаттың өлеңінен мейірімдер,
жыр етіп тар заманда еркіндікті мархабат тақырларға тілеген дейді. Бұл жерде тар заманда еркіндікті көрсетіп өзінің өлеңдері арқылы адамдарға рух беріп, тар заманда қысым жасап отырды оларға. Сол кезде еркіндік беріп өздерінің өлеңдері арқылы рух беріп отырды. өлең өзі рух беретін. Рух беретін. Жігер сол кезде халыққа. Рух берген. Кез келген заманда осылай Пушкиннің несі ол енді сол заманның жақын сөздері осы кездерде. Тағы бір басына осылай демей бір бізден тұжырымдап айтатын кім тұжырымдап айтпақшы? Ақынның тарт қосатын әлде айтылып қойды ма? Батылханнан басқа тағы да Дамир. Біз осы шығармадағы автордың идеясында автор ескерткіш өлеңін негізге ала отырып, осы халықтың жағдайын және де ұрпаққа бағыт бағдар беріп отырғанын көре аламыз. Осы негізгі идея. Яғни енді екіншісіне келе кететін және де біз осы тұжырымдай келе автордың өте батылдығын біз бұл жерде осындай тар заманда осындай керемет өлеңдерді және халықтың жағдайын ешкімнен қорықпай жеткізіп отырғанын және де автор болашақ ұрпаққа тәлім тәрбие бергісі келетінін, болашақ ұрпақтың көзін ашқысы келетінін біле аламыз. Иә, сөйтіп енді болашақ біз ғой, көзіміз ашу керек қой, міне автордың және тағы бір нәрсе айта кетсем ол яғни осы өлең шумақтарында яғни өзі автор яғни Александр Сергеевич Пушкин яғни өзінің осы өлең шумақтары арқылы халықты рухтандырып яғни қарсы тұруға бағыттауға рух бергендей ойлаймын да. Себебі яғни бұл өлеңнің мақсаты да өзінің идеясы яғни халыққа дұрыс тәрбие беріп яғни халықты өте мықты ел қылып тәрбиелеу. Біз қанша 2-3-4 жұмыс жасадық, бәріміздің ойымыз бір жерден шықты. Енді біз автордың бейнесін анықтау арқылы одағы ойды негізгі бізге берейін деп жатқан нәрсе, бізге не бергісі келді, біз соны алып жатқандығымызды біз білдік. Енді осы ойды екінші тапсырмада, екінші оқу мақсатымыз не еді? Автордың идеясын дамытып жазу, ол жерде біз жанр әдісін қолданайық қалды. Жанр әдісі қайтып қолданатын едік? Әңгіме, поэмасы. Қайтып қолданамыз? Жанр әдісі яғни бір кез келген ойды алып, оны поэма немесе өлең немесе әңгіме секілді етіп, оны дамытып жазасыңдар. Бұл идеясын қайналасың. Бұл жерде оқиға жоқ. Алдында біз оқиға өшіп қой, идеясын аламыз да өзінше дамытамыз. Бұл жерде дескриптор тұр. Бұны енді жеке орындаймыз балалар. Қазір ақын поэзияны таңдауға болады. Прозаны таңдауға болады. Прозаның ішіне әңгіменің ертегін, әртүрлі қылып, драманы да таңдауға болады. Драма таңдайын десең, екеуі бірікесіңдер. Ал бастаймыз. Тапсырма түсінікті ма? Өлең идеясын өз қарасын, көз қарасымен дамытып жазыңыз. Түсінікті ме, сұрақ бар ма? Нарима, сұрақ бар ма? Бастаңдар. Есіне алдым. Айтылып берейін. Дәу шықпайды осы. Бұға идея бірақ жоғары. Бағалай ма осыны ұрпақ, ақыл ойды тыңдап, сірә босқа екеспе, бұның бәрі ақ. Тыңдар ма бұны бір ақмақ? Ой бәрекелді, ана жерде өлең жолдарынан мына ақмақ деген сөздерді алған, тыңдар ма ақмақ деген. Бірақ кетіріп алды, керемет алды. Аида ше? Еркіндікті берсем екен дейсің ба? Жақсы мақұл. Жақсы. Міне, өлең жазбайды басқа жанрда ешкім жазған жоқ па? Бәрін Пушкиннің өлеңінен кейін өлең жазба мүмкін емес болып кетті ма? Тек әңгіме жанрында бізде азамат жазды ғой. Әңгіме болғанда оның алдында сен көркемдегіш басталған кезде бір пейзажбен басталса керемет болатын еді. Өзінің құрылымы солай бастаймыз ғой дүниеме. Үлгермей қалдың, бірақ ауызша ырымдатып жатыр еді. Марлен, сен не жаздың Арсен? Не бұл баға қойып беріп қой, күнделік кезек ашып тыңдау. Менде әңгіме сұқтан жаздым.
және де көп қазіргі кезде кейбір адамдар көп ақын өлеңдерін тыңдамайды, көптеген әңгімелер оқымайды, және де көп адамдар оқымайды, және де кейбір қазіргі кезде ондай адамдар аз есепте болады. Себебі қазіргі кезде көптеген адамдар кейбір адамдар ғана өзіміздің бұрыннан келе жатқан мысалы Абай Құнанбаев және де басқа да көптеген ақындар арқылы көптеген өзіміздің көптеген ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін. Және де көптеген осы ақындардың өлеңдерін оқып, әңгімелерін оқыған сайын адамда да көптеген өзгерістер болады. Және де сол өзгерістер болады. Әңгіме жанрының енді композиция несінің құрылымын сақтау. Әрбір шығарманың өзінің құрылымы болады, ол қандай бөлімдерден тұратын еді олар? Осы бөлім кез келген мәтін, кез келген әңгіме, кез өлеңде де солай, оны ескеру керек. Кім оқиды, сендермен асықтырып кейдерге қоя ертім. Ал? Тұр елім тар заманда еркін болып, еркіндікке шыққан соң кетті айналып. Менің айтқан сөздеріммен еркін болып, менің айтқан тәрбиемнен кері айналып. Жастар кетті бұзылып, көңілім қалды ұрпақтан. Ұрпақтардың қазір кезде дұрыс болмай жатқандығын жазасың, керемет. Өзімен өзім былай сатпай жинап заметкеде арнайы жинақ сол жерге жазып жүрген едім. Айта бар, өзінің ақындығымен таныстыра берасыз. Ата-бабам надандықты сынаған, надандарды білім жауы сынаған. Сондықтан ілім алды өздіріп, тәрбие мен білімге бірден қараған. Әбу-Насыр Әл-Фараби бабамыз, Ыбырай мен Абайда үлкен атамыз. Кітап оқып, білімді қолдап жетелеген, асып-тасып, ойнақтап, тағы да кетпе деген, жауыздыққа салынып кетпе деген, оның соңын қайғы-мұңға жетелеген. Жамадардың көбе сөйтіп кеткен екен, кетпе деген, адамдықтан безіп тағы кетпе деген, хайуандардың арасында жүрме деген, сөйтіп сөзін айтып кеткен екен. Білім деген үлкен шың ғой асқақтаған, сол шыңға шығамын деп мақсаттаған. Адамдардың армандары биік екен, халықты құтқарамын деп қанаттанған. Әр жерге келіп жүрегін тоқтаса, сол жерге дейінгі қалай дамытып соны білуге ары қарай үйге алып кетеміз. Қаны код қойсайшы. Код қоямыз. Қай жанрды таңдадың? Мен өлең Поэзияны таңдадың. 4 қатар болсын, 6 қатар айтайын. 8 қатар. Ерте күнің атады, жалқаулар ұзақ жатады. Өлең оқып, оны сезін, өне бойын қатады. Тепсе темір үзетін ерлер бар қазақтан, тілге шешен жазатын, оны біліп, арай сәл дамыту керек болды. Сен сонда қандай ой жалғастырасың сонда? Яғни білімге шақырып, және де жақсы оң жолға түсуді халық. Жалғау жатпай, жаңа білімді оқысаң, онардан сен тәлім алатын еді. Керемет. Тағы да кім бізде? Сержан? Мен осы өлең жанрын тыңдадым, яғни Поэзия, ақын ғой бұлардың бәрі. Өмір сүрдім мен алтын ғасырда, жазып кеттім атымды мен тарихта. Атақты Ресей сарайында ескерткішім тұр менің жоғарыда. Ескерткішім менің күрделірек, кез келгеннің қолына келе бермес. Мағыналы өлеңдерім, жырларым
ескерткіштің басты негіздері. Сен ақынның атына жаздың ғой, Иә. ары қарай жалғастырып кеттің ғой, иә? Мен сізге Яғни ол соны армандады, сол арманына жетті деп отыр, иә? Керемет. Азамат. мен әңгіме жанрын ала келдім. Мен әңгіме жанрын алдым. Менің Нұрсұлтан атты інім бар. Оның соңғы кездері мінезі өзгере бастады. Оның мінезінің өзгерген себебін таба алмады. Бір күні үйде жүрген кезде інімнің қазіргі таңдағы ақындардың өлеңін тыңдап жатқанын байқап қалдым. Өлеңнің мазмұнын қарасам, бір айтарлықтай мән мағына жоқ екен. Солайша інімнің мінезі неге өзгеріп бара жатқанын байқадым десем де болады. Себебі інім қазіргі таңдағы жаңа ақындардың өлеңдері мен шығармаларын оқып жүр екен. Бәрін жазып көрмейсің, бірақ идеясы керемет. Оны жазуға сен білмеген жоқсың ғой бәрібір. Қазіргі кездегі ол дамытып жатыр. Идеясын нашар, кейбір балалардың бұзатын өлеңдер бар екендігін де дамытып жатыр. Керемет. Ол бала өте қазір қай балама сен діндер базамнан грант алып келген бар ғой менде конкурстан. Не жаздың қан? Ақын болдың ба? Ақтарды жалғастырды да. Қиын осылай ұрпағыма тіл үйреттім, қиындықты өлең арқылы үйреттім. Осылай ұрпағыма өлең жазып, кітап оқу аларларды үйреттім. Бақыт деген осы ғой, тар заманда көп нәрсені үйрендім. Ұрпағыма білім беремін деп өзім 30 жасында шашақ атты үйрендім деді. Сосын ары қарай Абай Құнанбайұлы жалғастырып кетемін. Үйінде жалғастырып. Идея, ой жалғанды. Біздің негізгі мақсатымыз да оқу мақсатта осы болатын. Енді ақын емеспіз, бірақтан әрбір қазақта осы бізде қанымызда бар қасиет. Енді балалар, бүгінгі сабағымызда мына ұстаздарымыз қатысып отыр. Сіздердің де құнды пікірлеріңізді естігім келеді. Бүгінгі сабақтан алған бір құнды зат болса, сіздерден сол нәрсені естігіміз келіп отыр. Ал балалар, өздеріңізден бастаймыз ба? Сіздердің құнды пікірлеріңіз. Осы сабақтан не үйрендік? Не қажет екен әлбеге? Батылхан ал. Бүгінгі сабақ Ұстаздар сіздер де дайын отырыңыздар. менің өзім пікірім, осы сабақ меніңше жақсы өткен секілді. Көп нәрсе үйрендім. Секілді демеңіз, нақты сұрақ. Нақты жақсы өтті. Біз бәрін түсіндік. Мысалы, үйге берген тапсырманы да жақсы орындадық. Әсіресе осы уақытқа дейін өткен оқу мақсатында бірдей шолып шықтық. Және де өзіміздің де осы автор өлеңді ары қарай жалғастырып, өзіміздің ойымызды ары қарай шыңдады. Ең құнды ой, идея кімде болды? Ең мен Асқар Рахатта болды. Рахатта болған сияқты, жарайды. Міне осындай құндылықтарды айтпай тұрсаңдар болады да. Ал тағы балалар бар ма айтатын? Тағы қысқа сөйлейміз мақалай. Сіздер бүгінгі сабақ өте жақсы өтті деп нақты айта аламын. Және де мен осы сабақтың арқасында өз-өзімді сенімді болуға үйрендім. Сенімді осындай мен өзім жақсы тапсырманы жақсы орындағанмен басқа өзге адамдардың көзінше сол орындаған тапсырмамды қорғай ала алмайтынымды, қорғай алуға осы келген ұстаздардың арқасында өз-өзіме сенімді қалыптасты. Көпшіліктің алдында қорғай ал дейді. Көпшіліктің қорғауды үйрендім. Керемет. Енді ұстаздарға келейік, ұстаздардың ойы қанеки? Ләззат апайлар бастаймыз ба, әлде қол көтеріңіздер? Атыңызды? Саламатсыздар ма? Құрметті оқушылар, қайырлы әріптес. Есімім Шынар болады. Бүгінгі сабағымыз өте тамаша, өз мақсатына жетіп отыр. Және оқушыларымыз да мақсатымен өте керемет жұмыс жасай алады екен. Әсіресе ақын жігіттер көп екен. Қыздарға қарағанда ұлдар басымдырақ екен да сіздерде. Күшті жұмыс жасайды. Енді қыздарыңыз да кішкене бүгін қандай не отыр, пассив болып отыр ғой бүгін.
Ну, ұлдарыңыз өте керемет сабақ мақсатымен ақында бар ішінде ана жігіт те жақсы өз ойын нақты жеткізе алады екен. Жалпы сабақ мақсатымен өте керемет жұмыс жасап жатсыз. Рахмет шәкірттеріңізге де өзіңізге де шығармашылық табыс тілеймін. Келгенімізге өкінбеймін, өз басым қуанып отырмын. Қараңғы қазақ көгінен өрмелеп шығып күн болам дейді ғой. Мінекей болашағымыз осы ұрпақтарымыз, балалар барлықтарында көкіректерінде ұлттық сезім оянып жүрсін. Қашанда ұлтыңды сүй, халқыңды сүй, отаныңды сүй. Отанмен мақтанатындай ұрпағымызбен мақтанайық. Пайғамбарымыз айтқан ғой, ұрпағыңмен мақтан деп. Бүгінгі сабақ керемет мақсатын ашып жатыр. Ұстазы мықтының ұстанымы мықты дейді. Мынадай мектепте оқығандарыңа мақтаныңдар, осыған жағдай жасаған ата-аналарыңа елге алғыс айта білетіндей, үмітті ақтайтындай ұрпақ болыңдар балалар. Шын жүрекпен тілектеспіз. Балалар кеше қорқақтап жатыр. Тура сендерге түсіп қалды деп айтып жатырмын ба? Әртүрлі жүр тастау ғой менде. Иә. Керемет алып шыққанмын, өздеріне сенім қалыптасып жатыр, кішкене қорқақтап отыр, көп болу керек. Ләззат апай өзіңіз не айтасыз? балалар бірін-бірі алып кетіп жатыр, керемет. Әртүрлі жанрлар тақырыптар қамтылып жатыр, иә? Прозалық жанр, поэзиялық жанр. Ақын образын ашып жатыр. Пушкин, Абай болып әр дамытудың ойында идеясы бар. Өте құнды идеялар бар екен. Біріне бірі ұқсамайтын сондай көзқарасты балаларды көріп отырмыз. Еңбектеріңізге творчестволық табыс тілейміз. Шығар биіктеріңіз жоғары болсын. Әрдайымызға Сіздерге де рахмет. Аллахның ашылуына мүмкіндік жасағандарыңызға бізде ашылуға мүмкіндік жасағандар келіңіздер тағы да. Жақсы. Звонок болыпты ғой, иә? Естілмей ғой, кәдімгі. Стандарт ғой, онымен бағалайында. Мысалы үшін екінші тапсырма бізде шығармашылық қалай кетіп жатыр ғой. Бірінші тапсырма оп оңайда, сосын кейін екінші тапсырмаға көбірек мән береміз. Енді дарын болғаннан кейін, сонымен қазір мен жаңағыдай жұмыс жасаған бәрін өзім есім қойып ашылмай қалды ғой. Оларға мен 9-10 балл қоя беремін. Азамат Автоматически, иә? Ол себебі ол мысалы мақсат дамытып жазу керек болса, ол өзі дамытып жазды ғой. Ол бізде анау блум таксономиясы блум бойынша ғой, ол бізде 7 жасап оның төбесі уже бағалап дамытады. Кредит ойлайды. Есептейміз ғой, ол жерде мен сіздерге әдейі Алана жұмыс жасамайтын онша пассив төмен тартылмай балалармен қалай жұмыс жасайсыз? Барлық осы тапсырманы орындап шыға аламыз. Шағалады ғой. Қыздар өте пассив. Қыздар өздері жақсы бой жетіп жатыр да, бірақ балалар сияқты ойлаймын. Логикасы жоғары кеткен жаңағы. Осындай оқушылар өздері өткенде гормондар келеді. Рахмет, оқушыларыңыз керемет. Рахмет сізге сұрақ. Мына өлең неше сағатқа берілген? Бұл өлең 3-4 сағатқа беріледі. 4 түрлі мақсатпен алып жүре бересің. Ол көп. 4 түрлі мақсатпен алып жүре бересіз, иә? Ол нешінші сағатыңыз? Бұл менің 3-ші сабағым. 3-ші сағатыңыз. Өз өтсем, кітапқа қарап отырып, кітаптағы тапсырмалар орындадыңыз ба? Мен кітапқа қарамаймын. Кітапты алмайсыз, өзіңіз тапсырма бәрін өзіңіз, иә? Мен соны сұрап жатқан жерім. Онда кітаппен Вообще кітапқа анда-санда бір тест керек болған кезде арасында неғамын да, қарап. мақсатқа сәйкес келсе Мақсатқа сәйкес, өзім сәйкес тапсырмалармен скриптті орындап беремін. Негізі бұл тек несін ғана аламыз, қазақ тілде де сол. Тек жаңағы оқу материалын ғана қолданамыз. Неде бастап қаламыз? Балалар керемет, сау болыңдар. Неге де бұл балдарымыз керемет? Оны бүйтіп есептеп үлгере алмаймын да, шамалаймын. Ал бір жыл аламын ғой, сол кезде тексергенде бұларға тағы ескертіп беремін да, өздері қанша балалар біліп отырады. Сол арқылы алдына қойғанда сол арқылы шығамыз. Енді оны қарамайтын да бар ғой, сосын кейін Иә, ол міндетті түрде балалар қарап отыр. сол кезде
керек нақ соған қарай да и ата аналарда негізі сентябрьда өте маған қиын болды себебі басқа жақтан келгендер түсінбеді да сіз қараймыз ғой жасқа олар инспектор деген не екенін білмейді бағалау не екенін білмейді сен өзің білесің бе деген сияқты сол кезде маған өте қатты маған пайдасы берді да енді мынаны айтамын былай мынандай бар ата ананың көзін аштық жылдың соңына дейін ата ананың көзін аштық білмей келді ғой біраз солай беті қазір мен өзім біліп тұрмын мына жаңағы асықсыз нақ жақсы қалды ғой сол енді келесі немесе 45 минут тып өтіп келеді енді мақсат сіздермен оқу мақсатымен қалай жұмыс жасауды көрсеткім келді ең бастысы